Бұл қазақша кино шолу арнасы. Арнаға қош келдіңіздер, пікір қалдырыңыздар, белсенді болыңыздар. Ал бізде бүгін жаңа шолулар болады. Атақты фильм «Мотылек» деп аталады. «Мотылек» фильмі француз жазушысы Анри Шарирдің автобиографиялық романына негізделген қылмыстық драма. Фильмде «Мотылек» деген атпен танымал болған Анри Шарирдің өмірі баяндалады. Ол өзі жасамаған қылмысы үшін айыпталып, өмір бойына француз Гвианасындағы түрмеге жабылады. Фильмнің оқиғасы оның бостандыққа ұмтылысын, түрмедегі қиын өмірін және бірнеше рет қашуға тырысқан сәттерін көрсетеді. Басты кейіпкер түрмеде Луи Дега есімді басқа тұтқынмен достасып, бірге көптеген қиындықтарды бастан кешеді. Бұл олардың өмірінде терең із қалдырады. «Мотылек» фильмі екі рет экрандалған. 1973 жылы Стив Маккуин және Дастин Хоффманның қатысуымен және 2017 жылы Чарли Ханнем мен Рами Малек басты рөлдерді сомдаған нұсқасы шықты. Алғашқы фильм актерлік шеберлігімен көпшілік көңілінен шықты. «Мотылек» фильмінің сюжеті әділетсіз айыпталған Анри Шарирдің ауыр тағдыры мен бостандыққа ұмтылысын бейнелейді. «Мотылек» деген атпен лақап аты оның кеудесіндегі көбелек татуировкасына байланысты қойылған. Түрмеде Анри Луи Дега есімді тұтқынмен танысқан. Луи ақшасы бар, алаяқ болғандықтан түрме ішінде өзін қорғауға мұқтаж. Анри онымен дос болып, оны қорғауға мойнына алады. Екеуінің арасындағы достық қиын сәттерде оларды қолдауға көмектеседі. Олардың қарым-қатынасы фильмнің негізгі арқауы ретінде адамның қиыншылықтарға мойымайтын рухын және еркіндікке деген құлшынысын көрсетеді. Фильм көрермендерге адам төзгісіз сынақтарға қарамастан еркіндікке деген ұмтылыс пен ерік-жігердің күшін ұғындырады.